2025 жылы шыққан ең нашар дорамалар. Бұл менің пікірім емес, бұл кореялық эксперттердің пікірі. Ол Есазия.ру деген порталға шыққан екен. Сонымен сіздермен бөліспекпін. Осының алдыңғы рилста мен үздік дорамаларды айтқан едім эксперттердің пікірімен, ал дәл сол эксперттердің ойымен ең нашар дорамалар туралы айтамын. Айтпақшы, осы жылдың аяғына қарай менің де өзімнің бір топ үздік дорамалар, топ үздік нашар дорамалар туралы да жасау ойымда бар. Сонымен эксперттердің ойын көрейік. Ең нашар болған эксперттердің пікір бойынша ол 12 деген дорама. Басты рөлде Ма Дон Сок ойнайды, Пак Хён Сик те бар, Со Ин Гук те бар. Арасында да келісемін. Өте нашар, өте скучно, мышынға толы дорама болған еді. Одан кейін Спроси у звезд Ли Мен Хо мен Го Хё Шин басты рөлде ойнаған дорама, байқоңырды көрсетеді. Тоже келісемін деп айта алмаймын, бірақ скучновато болды. Расында да. Одан кейін Ничего себе, Игра в кальмара 3-ші сезон дейді. Келісе алмаймын, маған өте қатты ұнаған. Одан кейін Полярная звезда, тоже келісе алмаймын. Полярная звезда тоже өте қызық болды. Одан кейін Банни и ее мальчики дейді. Көрген жоқпын, сондықтан да оған байланысты ештеңе айта алмаймын. Бұл эксперттердің пікірі екен. Келісесіздер ме, келіспейсіздер ме, оны пікірге жаза кетіңіздер.